Жоғарыдан естеміз. Жай, братан, жай. Жай ғой. Жайдан жай адам жүрмек. Қыз ба? Кім? Қайдан біліп қойдың? Біз де жас болдық. Біз де қарадық, біз де құладық. Жіберейін мұны үшін. Братан, тыныш шықты деймін. Қыз шықты. Кім шықты? Қыз шықты, братан. Қайда? Қараса, что стоп, братан? Қайда? Көрдің бе? Оға. Мынау саған ауырлау емес па? А чё, братан, вообще шанс жоқ па не? Кімде? Менде? Жоқ, сенде шанс бар ғой, бірақ мына мен қалай болады екен? Братан, конкретно айтам, түсініп тұрсың ғой? Бір ауыз сөйлессем, свидание болса, ештеңе аямаймын, братан. Ештеңе аямайын дейсің бе? Ештеңе аямаймын, братан. Жарайды. Саған көмектесейін. Мен ол қыз танимын. Маған мүмкіндік бар, бір-екі рет сөйлесіп алайын, сосын сен жолықтырам. Шын ба? А, душым, мені. Жігітпіз ғой енді. Бір жарты. Смело, братан, қойып берем. Смело болғанда енді бір алдын ала аванс бір елда болады деп. Қойшы, братан. Қазақ дұрыс бірден осы аванс бір елда болады деп. Жұмысты бастап кетейік, братан. Свидание істеп бір сөйлесейік, смело қойып берем. Мынауың Смело қойып берем, братан. Дым уайымдамашы. дайындап қой, барам. Болды. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопаратын браттар бар. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай қыздар бар. Мен стилім жиелі. Мен стилім мақұм, стилім жосалы. Байқоңырдан прямой ғарышқа қойдық жол салып. Мен стилім төре тап, стилім таза бастама. Стилім қармақшы, стилім алғашқа астана. Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда. Эксклюзив дей ма, бірдеңке сондай. В общем, дүние жүзінде 15-ақ адамда бар деді ғой. Нашар мәшіне болып тұр ғой мынау, Жақсы болса көбілт қысап көп шығармай ма? Ең қиын болғаны мына сирек түсті табу болды да, сонымен кішкене уақыт кетіп қалды. Мынаның кожасы наппа ғой деймін да? Наппа ма, я. В общем, сондай бірдеңке. Үстіне 20 мың доллар қостым ғой кожасына. Сонда қаншаға шықты? 150 миллиондай ғой. Қанша? 153. Әлде ұнап қалды ма, Ереке? Жоқ, крышасы да жоқ. Оның үстіне ауылда Урал мотоциклді айдап жүрген кезде талай шапканы жоғалттық қой. Оның жағдай жоқ. Жоқ, ұнап қалса сен айт, Ереке, проблем жоқ, мә? Сыйлайым. Қойшы. Сенікі? Қалай ол? Менікі. Или былай істейік. Біздің командаларымыз ойнайды ғой әлі. Бір ойын бар. Егер сенікілер ұтса, машина сенікі. Ала бер. Не? Жаман айтпай жақсы жоқ. Біздікілер ұтылсашы. Әне сен өзіңнің командаңа күмәнің бар ма? Жоқ. Айырат біздікілер, Болды ғой онда айырса. Бірақ егер айырылып қалсаңдар, стадион менікі. Стадион дәу. Мынау кішкентай. Оның үстіне стадион халықтікі ғой. А чё, ауылдың адамдарынан дух кетіп қалған ба дейді? О. Кім ол? Ана городской бала. Саған
сынып жүр екен. Вообще неудивительно. Өзім шок, бұла ойлап тұрған ғой, қалжыңдап тұрды. Как неудивительно? Ну ладно енді, ойланып көруге болады былай. Ай, ойланбай қойысың ау, үркітіп аласың. Анда өзім Ну білесің. ладно, енді аға, келіңізші. Ну, жақсы енді, уговорили. Кешкі сағат 9-да ана клубтың алдына келіп тұрсын. Білесіз ғой, мен күткенді ұнатпайтын, келіп тұрсыншы тез. Қай клубтың алдына? Бізде 10 клуб аға, 1 клуб қосол. Ай, городской май, ішіп кетесің ау мен сияқты. Кезінде 2007 жылы мына жерде жесткий ойын болды. Қойшы, братан. 2008-ге шейін болды. Бір жыл мане. Бір жыл бір-бірін аламайды. Одан кейін мына жерде 40 мың жанкүйер бар. Ой, братан, сыймайды ғой 40 мың. Өзі ауылда азақ адам емес. Енді мына жағында 40, мына жағында 1000 адам да? 40 мың адам да? Бәсе. Мықты ойын болып жатыр енді. Бір-бірін аламайды, сосын өзім кірісейін дедім. Өзім кіріп келдім да, бір тепті да 2 гол салып жібердім ғой. Бильярдтағы әңгіме болғанда, братан. Енді 2 гол салдым ғой енді. Ең басты салдым ғой. Бір қарасам бар ғой, мына поля жайлап жарыла бастайды ғой. Ұнау ма? Иә, жарылады, төмен қарай, жарылып, төмен қарай түсіп атады, поля жарылып атады да. Ортасынан бір лысый біреу шығып, пальто киіп алған, мынандай намордник тағып алған. Тұрады да, теректі ауылын жаулап аламын деді. Жақын жаулап алған, мен тұрған кезде. Мен атып шықтым, ол атып шықты да. Сонда айбалтай маған ұрады ғой. Мен қолмен тоқ ұстап аламын ғой. Қарсы? Қолым 2-ге бөлініп кеткен ғой. Бэтмендағыдай болыпты ғой да, братан. Воу. Братишка! Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Ассалаумағалейкум. Не, қатты футбол ойнап қоясың ба не? Жоқ, братан, саған жетпеймін ғой, по-любому. Рахмет. Қатты кіріп кетті бірақ, а? Ассалаумағалейкум, братан. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Мен екінші қолдан алтын ба не? Жігіттер әңгіме былай ғой. Саша Ақшаш деген братан түрмеге түсіп қалды. Соған тиын ұйымдастыру керек. Бір 3 досын пышақтап тастады, соның артынан жаңағы ұзақ әңгіме ол жігіттер. Бригададан көргенсіңдер ма? Жоқ. Танымайды онда Сашаны. Қатты күліп қоясыңдар ма не? Или күлкілі әңгіме айтып тұрып па сендерге? Жоқ, братан. Или че, 3-2 бар ма? Жоқ, братан. 4-1 ше. Братан, сен мен даже 1-1 бар ғой. Мам, братан, сен мен 1-1 бар. Жоқ ей, Дархан братан, сен мен паразым. Сен атыңды білмейді ғой, саған Дархан деп тұр ғой. Ой, сізбен, бойыңыз кішкентай, сізбен көк спортивка киіп алғансыз ғой. Али, сен үйтіп артық кетпеші. Інім деген сайын басқа шықпа сен. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Екінші қолдарына алтын ба не? Ассалаумағалейкум. Не істеп жүрсіңдер? Жай інілеріңізбен әңгіме айтып сол. Бара беріңдер. Жақсы тренер, сау болыңыз. Ертең кешікпеңдер. Болды. Жай жүрсіңдер ме? Сол жай қал жағдайларын сұрап. Мен білем ғой сендер не үшін жүргендеріңді. Жігіттер, мына балалардың мазасын ала бермесіңдерші. Қойсыңдаршы. Біз қазақпыз. Өзі азақпыз. Жер-жерге бөлінсек, ру-руға бөлінсек, бір ауылдың ішінде жыл-жылға бөлінсек, неміз қалды сонда? Мыналар футбол ойнаймыз, осы ауылдың намысын қорғаймыз деп, кешке дейін бір жеріне су аққанша терлеп тепшіп, тренировка жасап жүр. А сендер келіп мазалайсыңдар. Ол болмайды жігіттер. Керісінше мында келіп қолдасаңдар болады ғой. Қолдаймыз ғой, братан. Команда қаласыз ба бізді? Мен саған ондай әңгіме айтып тұрған жоқпын. Жақында бізде выездной матчтар болады. Бірақ оған қолдауға бұл ауылдан ешкім бармайды ғой. Соны өздерің ауылдың жастарын, ұл-қыздарын жинап ұйымдастырсаңдар болады ғой соны. Абырой бар жігітсіңдер ғой. Бұл ұйымдастырамыз ғой. Шөлдеп кеттім, бар, су алып кеш бар. Қазір Дархан бар алып. Мен барып келемін. Сен алып кеш. Мен ба? Иә. Братан, мен старша келдім ғой. Старшақ қой, братан. Баған бер мен не айтып тұрмын оған? кезінде бізде старшактар айтқан кезде... Болды, братан.
Дархан. Сен былай өзі ақылы бар жігітсің ғой. Оның үстіне красавчиксің. Әңгіме мындай ғой. Мынау выездной матч болады да бізде жақында. Соған бір жақсы қолдау керек болып тұр. Мына өзің білесің. Да. Так, проверка жақында кетеді. Стадион меншікке өтуге дайын. Қашан бітіреміз? Бітіреміз. Келесі апта шешіледі. Тез ұрып тастау керек. Енді оған асығыстық жоқ қой. Қалай асығыс жоқ? Сен осы кейінгі уақытта біртүрлі сенімсіз сөйлейтін болсын. Немесе стадион туралы ойыңнан айнып қалған жоқсың болсын. Сосын сөйлесейікші, иә. Мына жерде телефон ұстамай тұр. Алло, естілмейді. Алло. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Аяқ жағы дұрыс болмай қалды, өзім де байқадым. Команданың репетициясы қалай? Дайын ба, осы жолы атамыз ғой, Адош? Жаман емес дайындық. Бұл командамен алдында ойнағанбыз. Олардың ойын тәсілін жақсы білеміз. Дайындаламыз. Адош, дайындық пайындығыңды білмеймін. Мен бәстесіп қойдым. 100% гарантия оту керек. Ерекесіз. Ерегедікесі. Бәстескен не сол? Футболға жалпы бәстесудің қажет жоқ. Құр әшейін ойын ғой бұл. Спорт. 100% деген әңгіме жоқ бұл жерде. Мына әлемдік мықты командалардың өзі кейде болмайтын бір командалардан ұтылып қалып жатады. Сондықтан мына бәсіңізден бас тартыңыз. Керек емес ол. Қойшы. Осыдан бәстен ұтылсам, бәстерің жұлам. Түсіндің ба? Онда менің бір шартым бар. Қойшы, шарт парт деме. Ереке ол подсовка ғой. Шығатын жақ мына жақ. Не шарт? Айт. Бұл ойынды білесіз. Бөтен ауыл, бөтен алаң. Әр команданың өзінің жеке жанкүйері болу керек. Енді біздің балаларды жетімсіретпейік. Ауылдан өзіміздің бір топ адамды құрайық. Сіз автобус жалдаңыз, тамақтандырыңыз. Сонда команда жігерленіп, көңілді жақсы ойнайтын болады. Келістік. Енді сөйтпейсіз бе? Давай. Ереке ол подсовка ғой. Білем, айта бермеш. Міне, ұстаңыз. Персик деді. Мен сені соқ сұрадым ба? Ішік көріңізші аға бірінші. Анау қайда? Ішік көріңізші дейм. Немене дедің? Че-то маған не дейін айта беріңіз. Кім не дейді? Қалай кім қыз? Бұлай қалай сен өзіңге бұлай уверенсің ба? Ойландың ғой? Конечно, уверенмін аға. Онда тыңда. Кешке кафеде күтеді сені. Кешікпей келсін деді сағат 9-да. Болды. Қай кафе? Бірақ кафе бар ғой. Қаптаған кафе жоқ қой, бірақ кафе ғой. Соған келсін деді. Болды. Аға, мен кішкене переживать етпін да все-таки. Өзіңіз апарыңызшы мен. Мен саған не балам ба? Аға. Жарайды. Рахмет әкелсін. Кешікпей келсін деді. Бақытты болғың келсе кешік барасың ау.
Ұялмай звондап тұрғанын қараш. Роза, қалайсың? Нормально. Не жаңалық? Жаңалығы жоқ, сол алдындағы концертті айтпасан. Мейрамбек әншіні оқы. Менде кеше не болды? Айтып үлгерген жоқ ма? Тыңдасайшы кішкене. Мен білем ғой енді сен қалай сұрайтыныңды. Короче, прикинь, кеше ана городской жігіт бар емес па? Сол маған сынып жүр. Қай городской? Яно бар емес па? Футболист, қаладан келген. Сол бізде бір футболист қой енді. Сабыржан. Білмеймін, атын білмеймін енді. Макс арқылы айтып жүрген ғой. Өзіңді ұқтырмаған шығар енді, менде әдемі қызға. Так вот, кешке мен свиданияға шақырып отыр. Елі келістім. Енді үйдегі шаруаларын барлығын бітіріп тастадым, барлығы болғасын. Так вот, сен маған күшті көйлек берші, пожалуйста. А то менде свидание көп болғасын, мен көйлектерім барлығы бітіп қалған ғой. Қалай болады екен енді саған кішкене сәл-пәл кішкентай болып қалмай ма? Жоқ, күшті болады. Екеуміздің фигурамыз почти бірдей ғой, иә? Да? Иә, енді саған сәл толу керек, сол кезде прям күшті болады. Сонда менікі сияқты күшті городской жігіттер қарап қалатын шығар. Ладно, енді үйде өзімдің көйлектерім барлығын бірдеме етіп киермін, короче. Мен саған кешке қалай болған, не болған, қай жерде тұр, қол ұстастық па, сүйістік па, не істеген барлығын айтып беремін, қарашы. Сен үйде бол, ешқайда барма. Ну, енді сен бірақ үйдесің ғой. Қарашы, күт мені. Бабник. Мүмкін алтын күн аспан ұрып жібереміз бе? Әнұран емес па ол, братан? Зато бәрі орнынан тұрады. Сотталып кетпекші, братан. Онда анау Ердос Қанаевтың тема несі бар анау. Компьютерді бала кезден, Футболды мен бала кезден меңгергенмін, үйренгенмін. Ол рұқсат бере ма? Кім одан сұрайды дейсің? Айта беріңдер, ода тұрған ештеңке жоқ. Ән ғой ол. Бірақ бір өтініш, клип түсіріп қоймаңдаршы. Оның онсызда мынандай клипі бар. Болды, братан. Братан, негізі 84-тер ар жақта, котельный жақта жиналып жатыр да. Бәсе, мен біреуін танып тұрған жоқпын ше? Жақсы. Ой, братан. Короче бар ғой, Мадияр братан бар ғой. Соның братанның братаны бар ғой. Соның братанның братаны ғой, короче. О, братан ба? Сондай братан ғой. Сондық братан екен ғой. Братан. Шудан, не жиналысы отыр? Или новый стажак сайленецтан ба? Жоқ ғой, братан, сенсіз өткен өмірдің қалай еді? В общем, братан, сен алай-бұлай кетіп қалып жатсаң да, бар ғой, сенсіз елестете алмаймыз ғой, братан, мына жерді. Сен көтке кіріп жатсың ба, или мені өлтірейін деп жатсың ба? Жоқ енді, братан, енді өмір бәрі өледі, сен өлесің. Өлеміз дегенім ғой, братан. Дархан, өтініш, аузыңды жапшы. Бүкіл ауыл бар ғой, өтініш жасап отыр саған, аузыңды жапсын деп. Соны айтуға келдім саған. Не жиналыста отыр? Клубқа ұран тауып деп соны жасап. Өтінішті осыған жіберші, жапшы аузыңды, өзім түсіндіріп берейін. Клубқа әнұранды іздеп жатырмыз. Короче, бәрі тегін. Баратын жеріміз, жататын жеріміз тегін. Футболға барамыз, жанкүйер боламыз. Күшті емес пе? Қала, ауыл, барлық жерде тема жасаймыз, братан. Не әнұран енді ол жақта? Дайындап қойдық қой, братан. Анау Ердос Қанаевтың компьютерді бала кезден. Ол компьютер мен футбол не қатысы бар? Өзгертеміз ғой, братан. Анау футболды мен бала кезден меңгерген стадион болып айтамыз ғой. Ол рұқсат бере ма? Сұрақ қойдық, братан. Клибін да түсіреміз. Оның клипін түсірмей қой керек. Оның мынандай клипі бар ғой. Иә. Не істейсің, братан? Мен тауығымды іздеп жүрмін. Тауық көрмеңдер ма? Табамыз ғой, братан. Таппасаң ше? Тауық болып тұрып қой, мына екеуі уже тауық қой, братан. Сен ше? Мен атешпін, братан. Қайда кетті ғой? Ана отқан сол емес пе? Братан, мен пақаным ғой. Ән өлетін жерің. Әні қызбен кездесетін жерің дейін. Қалай ма, нормально тұр ма? Жақсы. Гүл алғансың ба? Конечно. Барда күтіп отыр. Кет. Чекушка ше. Қалдыр өзіңе керек болып болады.
сен келеді деп ойлаған жоқпын бар ғой шынымды айтсам. Привет, қалайсың? Сабыржан, Айғаным, бірақ Сати деп айта бер. Сати? Иә. Вообще келмейді ғой ба? Енді мен фамилиям Сәттіғұлова ғой. Бүткіл ауыл мені Сати дейді. Сен де айта бер. Роза келмей ма не? Оны не істейсің? Естегенде, анау алқашаға ештеңе айтқан жоқ В смысле алқашаға? Білесің ба, ол мен туған ағам екенін. И вообще оның аты Макс аға. Болды, кешірші, ұмытып қалдым атын, Макс аға, иә. Макс аға айтқан ғой, сен свиданияға шақырт деп. По идее, мен вообще қолым бос болмаған ғой. Сол дым дайындалмай, осылай шығып кеттім енді. Не болды? Маған күліп отырсың ба? Жоқ, саған емес. Енді? Сати, бізге бір плотно пранк жасады ау деймін. Мен негізі Розаны шақырған ғой. Сен сонда мен свиданияға шақырған жоқсың ба не? По идее, мен свиданияға шақырмағаның күшті болды негізінде. Потому что мен бүгін 2 жігіт шақырып қойғанда, и Макс ағам көңілін қалдырғым келмей, сол сені Саған. Рахмет! Реніш жоқ қой, точно? Там реніш жоқ вообще. Мен онда жігітіме свиданияға кете берейін, иә? Жақсы болды негізінде, молодец. Мен күшті да, рахмет ей. Сабыржан. Сөйлесейік, братан! Машина салдың? Сәкен, братан, қойып берем, братан, сөйлесейік.